Менің әкешім екеуі де музыкант, екеуі де баянист. Сондықтан да анамның ішінде болған кезде бұл музыканы, бұл баянның дыбысын естіп жүрмін. Туыла салып, олар әкешім оқып жүрді. Дегенмен енді кішкентай бесікте жатып жүрген кезде әкем, шешем екеуі де емтихан тапсырып арпаласып жүрген кездер болды. Сол кезден бастап сол шығармаларын, қазіргі ойнап жатқан шығармалардың бәрі, немесе мектепте ойнаған, немесе консерватория бітірген кезде ойнаған шығармаларым барлығын сол кішкентай кезімнен естігем. Мен негізі 1-2 класста пианист болғам, Қызылорда қаласында. Содан кейін әкешім Алматыға барасың ба деп, бірақ баян аспабына деген кезде мен тек қана Алматы қаласын ғана естігем, шынымды айтсам. Баян аспабын естімедім. Енді Алматыға барам деп естімедім дегенде, енді қалжың түрде айтып жатқаным ғой, бірақ енді Алматыға қызығып келдім. Бара-бара, шынымды айтсам, сүйіп кеттім осы аспабымды, осы музыканы. Концерттерге қатыса бастадық, байқауларға қатыса бастадық. Ұтылдық та, жеңген кезімізде болдық. Ұтылған кезде ішім сандай қысылып, неге аналар алады, неге мен алмаймын деген сияқты ойлар болған кезде міндетті түрде барып отырып тырысатын едік. Келесі байқауға мен барамын. Сол келесі рет байқауға барғанда міндетті түрде орын алуға тырысу керек деген мақсаттарымыз болған. Негізі өзім сондай адам шығармын деп ойлаймын. Бірінші болғанды қалаймын. Енді әр адам бірінші болғысы келеді. Мүмкін сөйтіп жаратылған шығармын. Ішкі дүнием жанып тұрады бүйтіп. Алдыға, ана жаққа бару керек, мында ойнау керек деген шабыттар болып тұрады. Енді дегенмен әр шабыт әртүрлі келеді ғой. Көптеген музыканттарды тыңдаймыз, көптеген атақты музыканттарды. Музыка ұнап қалатын кездер болады. Жай әннің өзі адамның жүрегіне қалай оңайшылықпен тимейді. Негізі ойланып қалады, армандап кетеді. Мен де өстіп ән айтсам екен, мен де өстіп ойнасам екен, мен де осындай шығарма ойнасам екен деген сияқты шабыт ашылады. Оқиғалар өте көп, өте қызықты оқиғалар да көп. Кейбіреулерін айтуға да болмайтын деген сияқты ғой. Ол енді өзіміздің ішімізде, өзіміздің арамызда қалатын заттар. Арман Әділханұлы менен бір класс төмен сол кезде оқыған. Қазір мысалы сол кезде ой, бүйте сол, сөйте сол деп айта алатын еді. Қазір ол бізге айта салады мысалы да. Нұркен ағайымыз бір класс жоғары оқыды. Сондықтан да мен екеулердің ортасындамын. Талай деген сахнада бірге ойнап жүрдік. Жаңағы күй тартыстарды, жалпы негізі күй тартысты осындай рояль, баян, жаңағы 2 домбыраға сол өзіміз ойлап таптық. Мектеп кезімізден жаңағы осенний бал болады, 8 мартқа арналған концерттер болады, жаңа жылға арналған концерттер болады. Солған аяқ астынан ойлай салатын, шығара салатын заттарымыз бар. Сен ана жерде бүйтіп ойнай сал, сен ана жерде бүйтіп ойнай сал. Ана жерде кім ойнайды деген кезде, осы жерде Арман ойнай салсын, осы жерде Нұркен ойнай салсын. Осы жерде екінші арманымыз болған рояль, фортепиано, спец фортепианода оққан. Сол ана жерде мен ойнай салам деген сияқты сөйтіп бір ансамбльде ойнап шыққан оқиғаларымыз да бар. Қызық талай. Қиын болуы да мүмкін, бірақ дегенмен Құдайға шүкір ата-аналарымыз бар. Екі жақтында да Құдайға шүкір ата-аналарымыз көмектеседі. Әсіресе осы Алматыда, жаңағы келіншегімнің ата-анасы осы Алматыда тұрады. Сол кісілер аман болсын. Өткені гастрольдерге кеткенде концерттеріміз болғанда қиналмаймыз, шынымды айтсам. Дегенмен енді апасы мен атасы бар, әжесі мен атасы бар. Қарайды. Енді олардың парызы деп айтпаймыз, бірақ дегенмен енді олар өздері сүйіп тұрады. Бізге де көмектескісі келіп тұрады. Соған шүкіршілік жасаймыз. Соның арқасында
шынымды айтсам, мүмкін өстіп осындай дәрежеге жетіп жатыр. Әйтпесе көптеген отбасылар бар ғой, балаларын қалдыратын жері жоқ, детсадқа апаратын мүмкін жағдайлар болмай қалатын шығар, қарайтын адамдар болмай қалады, сондықтан да уақыт жоқ, үйде отыру керек деп нандарын таба алмай қалатын кездер болып қалуы мүмкін. Бір байқауға барған кезім болған. Сахнаға дәл шығар алдында аспабым сынып қалған кездер болған. Ол кезде аспабым жасау білмеймін. Қалай жасайтын, ана жерде бір шетелден бір Италия мемлекетінде жалпы баян аспабы Италия мемлекетінде өте жақсы дамыған. Итальяндық фабрикалар бар. Сол жерде жұмыс істейтін бір орыс бала жүрген. Жаңағы орыс бала, бірақ Италияда жұмыс істейді. Сол жаңағы баянға қызығып, өзі байқауға қатысып, бірақ жұмысы сол жаңағы фабрикаға баян жасаймын деген мақсатымен барған. Сол жерде келісіп қалдық. Ол не болып қалды деп сұрады. Что случилось? Вам помощь нужна деп сұрады. Мен айтам, мен аспабым сынып қалды, мен бірақ қалай істерін білмеймін деген кезде ол қалтасы толған жаңағы отвертка, андай плоскогубцы, жаңағы баянға арналған жалпы аспаптар. Соны ашып жасап берді. Содан кейін бір көріп алдым. Бірақ содан кейін сахнаға шықтым. Мысалы 3 шығарманы ойнау керек болды. Әр шығарма сайын, бітірген сайын аспабым сынып тұрды. Бірақ сол сахнадан кетсек, конкурстан шығарып тастайды. Сол кетпеудің амалы сол жерде аспабымды қойып, жаңағы қалтымда қалған бір кілттер бар, класстың кілттері бар. Сонымен айтыр бір нәрсесін бұрап ашып, қолымды кіргізіп қойғандай болады ғой. Қорқып ойнап жатқан кездер болады. Сол кезде қол дірілдеп, ана қолым сыймайтын жерге бүйтіп сыйғызып, бүйтіп майыстыратын жерін майыстырып, сондай қызық оқиғалар болған. Әр шығарма сайын мен ашқан сайын ана жерде жаңағы қазылар алқасы сұрайды, сізге қанша уақыт керек? Айтам, 20 секунд керек, 30 секунд керек. Бірақ мен білмеймін қанша уақыт керек екен ана жерде. Айтыр уақытымды созып отырам. Аман сен сол оқиға есімде қатты қалып қалды. Содан кейін әр сахнаға, байқауға немесе концерттерге шыққан сайын мен міндетті түрде қалтамда темірлер ұстап жүремін. Жаңағы отвертка, ана ашып, жауып, бір нәрсе шұқылайтындай инструменттер ұстаймын. Енді нақты айналыспаймыз, бірақ өте жақсы көремін, футбол ойнаған жақсы көремін. Баскетбол, волейбол, мейлі, спорттың қандай түрі болса да, үлкен теннис, кіші теннис болса да ойнай беремін. Себебі мына осы Ахмет Жұбанов атындағы мектепте оқып жүргеннен кейін интернатта Қазақстанның түкпір жерінен балалар келеді. Ауылдың кіші ауылынан келетін балалар болады ғой. Нағыз сондай балалар талантты болады. Ол балалар күресуді біледі, физикалық даналарды керемет болады. Соларға қарап өсеміз. Футболды да жақсы ойнайды. Дегенмен интернатта өскеннен кейін жаңағы осы Арман ағайларымыз, Нұркен ағайларымыз бәрі қосылып, талай дене шынықтырумен айналыстық, талай футболды да жеңдік, кубогын да алдық. Музыканттардың арасында, училище, консерваторияның арасында, Байсейітов мектебінің арасында жарыстар болған, талай кубок алдық. Сондықтан да футбол ойнаған жақсы көремін. Қазіргі заманда енді футбол өте жақсы дамыған. Сол баскетболды жақсы ойнайтын едік. Бізде жалпы мына Жұбанов мектебінде оқыған балаларда таңдау болмайды спорттан деп ойлаймын. Себебі амал жоқ үйретеді. Үйренеміз, өмір үйретеді. Білесіз бе, қатал деп айта алмаймын. Қатал адам болмайды ғой, бірақ дисциплинаға кіргізген адамдар. Қазіргі заманда осы қазір интернатымыздың зав интернаты, біздің Қарлығаш апайымыз бес, Қарлығаш мамамыз деп айтсақ болады. Өйткені ол біздің де тәрбиешіміз болды. Сол кезде де зав интернат болды. Талай тәрбиені де жақсы алдық сол кісілерден. Таңертең оятқанның өзі де дипломатично оятады ғой. Өте
адам нервысына тимей оятады ғой. Түсінесіз ба? Адам таңертең тұрған кезде бүйтіп айқайлап оятсаңыз, бір сөзді 3-4 рет қайталай берсеңіз, адам шынымды айтсам нервысына тиеді ғой. Ол оятқан кезде, балалар әлі ұйықтап отырсыңдар ма, мына жерде бүйтіп, терезені ашу керек, бүйту керек деп бір әңгіме айтып жүріп, сондай да талай тәрбиешілеріміз болды. Бір мұғалімдіктері өте керемет та. Оятқан сол кезде түсінетін, қандай керемет. Қазірде де шынымды айтсам, сол көргенімнен қазіргі балаларымды да оятқан кезде сөйтіп оятам. Еркелетіп оятам. Сол кезде адамның ұйқысы да қанады, өзінің мінезі де, жаңағы характері де андай агрессивный болып тұрмайды да. Әйтпесе таңертең бір настроениемен тұрса, білесіз ғой, сол күні бойы сол созылып жүреді. Қанша күлкі нәрселер болып жатқан өзінде де іште бір нәрсе ұстап тұрады. Сондықтан да настроениелері жақсы болсын деп еркелетіп оятам. Сол осы тәрбиешілеріміздің арқасында, Қарлығаш апайымыздың арқасында жақсы дисциплинамызға отырғызды. Тәрбиені де көрдік, бұзықты да болдық деген сияқты. Футбол ойнаған жақсы көретін едім. Кішкентай кезімнен сезетін едім. Детсадқа бар жүрген кезде сезетін едім. Мен өйткені өзім тез жүгіретін бала болдым. Садикте де болғанда тез жүгіріп бірінші орын алғанбыз. Сол кезде сезгем, допта жақсы ойнай аламын деген өзіме бір сенім болды. Немесе юрист, адвокат. Бірақ прокурор білмеймін, бірақ адвокат нақты болғым келіп еді. Әлде де кешмес сияқты, но дегенмен мына музыкадан кете алмайтын сияқтымын. Бос уақыт жоқ деп айтсам болады. Енді біз музыкант болғандықтан, әрқашанда формада жүру үшін спортсмендер сияқты әрқашанда формада жүру керек. Сондықтан да жұмыс біткен сайын күнде бір арманым бар, күнде бір андай қойған өзім мақсатым бар. Осы уақытқа дейін осындай шығарманы жаттап тастау керек. Осы уақытқа дейін бір концерттік бағдарлама жасап қойсам екен. Тағы да бір жылдан кейін тағы да осындай стильде концерт дайындап қойсам екен. Қазіргі мысалы 35-36-ға жақындап қалдым ғой. Шүкір. Мен сол үлгермей жатқан сияқтымын, қалып бара жатқан сияқтымын. Сондықтан да менен сұраған кезде уақытыңыз қашан? Бір кездесейік деген кезде мен айтамын, менде уақыт жоқ. Ренжімеңіз деген әңгімелер көп болады. Рас, өзіңіз түсінетін шығарсыз, енді спортсмендерде әрқашанда бірінші болып тұру үшін ол күнде жүгірмесе, бір күн жіберсе, ол ертең міндетті түрде бір секундқа емес, бір миллисекундқа қалып қалады біреуден. Ол бір күндік қате, бір күндік ұйқысы. Сөйтіп санасам болады. Сондықтан да бізде ми, қол деп санасақ болады. Өсе келе көп нәрсе білгім келеді. Бірақ қазір 1-2 жылдай болып қалды. Өзімді қатты қинамасам да, өзіме бір уақыт таптым. Жатар алдында 20 минут немесе жарты сағат болса да міндетті түрде оқимын. Ол бір жағынан өзім үшін, бір жағынан өзім балаларым үшін. Оларға бір нәрсе үйрету үшін өзім бірінші істеп бастауым керекпін. Әйтпесе басында қызымды оқыта бастап едім. Қазір қызым 10-да. 5, 6, 7 жастан әріп біле бастағаннан кейін, кітап оқыта бастағаннан кейін түсіндім, ол оқымайды. Жарайды, көрермін деп өзімді қинап жүрдім. Қазір, Құдайға шүкір, ол өзі қызығып, маған андай кітап алып бере аласың ба деген үлкен кітаптар сұрамайды, бірақ дегенмен бір ертектер, қазір керемет қызық кітаптар бар ғой, балаларға арналған. Ағылшынша міндетті түрде оқимыз. Сол және сапарға барғанда міндетті түрде бір кітап алып барам өзімен. Бір кітапты бір сапарда бітіріп тастауға тырысамын. Енді әрқашанда бітіріп шығам деп ондай болған жоқ. Дегенмен аэропорттарда самолет күткен кезде, самолет ұшып баратқан кезде жолдар барлығы 7 сағат, 6 сағат, 5 сағат. Енді 6 сағат қатарынан оқымаймыз, дегенмен соның 3 сағаты, 2 сағаты болса да оқып, басқа мемлекетке, басқа самолетке ауысқан кезде де арасында 4 сағаттық уақыт болады.
қазір құдайға шүкір шетелге көп шыққандықтан біраз аэропорттарды білеміз, бағындырып тастағанбыз, сондықтан да бара салып көп жүре бермеймін. Бір отырып демалуға тырысамын, сол кезде сол кітапты оқимын. Жұпан, бұл менің өмірім. Ең бақытты өткізген уақытым. Енді бір өмірім деген ішінде барлығы бар шығар. Это мое все. Өйткені маған айтқан кезде мынандай ансамбльде жұмыс істейсіз, сізге көп уақыт береміз, көп жаңағы сағат береміз, осында жұмыс істеңіз, бізге основныйға көшіңіз деген демедім. Жоқ, рахмет. Мен жаңа өзімнің оқыған жерім бар, сол жердегі балаларды дамыту керек. Жалпы тек қана осы Жұбанов мектептегі балаларды ғана емес, жалпы Қазақстанды дамытқым келеді, шетелге көрсеткім келеді. Сондықтан да мына мектепте ешқашан тастамауға, ары қарауға тырыспаймын. Ары қарамаймын дегенім ғой.